Қостанайда жол жөндеу маусымы қызу жүріп жатыр. Биыл 49 көше учаскесінде жалпы ұзындығы 22 шақырым болатын орташа жөндеу жұмыстар және бір қайта жаңарту жобасы жоспарланған. Сонымен қатар қазіргі таңда 103 кепілдік міндеттемедегі учаске бар, олардың қатарында Абай даңғылы да кіреді. Жақында мердігер ұйым ұлттық сапа орталығының сараптамасынан кейін бұл учаскедегі қалаларды қалпына келтірді. Компания өз қаражаты есебінен аталған шамамен 16,5 мың шаршы метр жол жамылғысын ойықтарды жойды. Айта кетейік, мұнда соңғы ірі жөндеу жұмыстары 2020 жылы жүргізілген болатын. Ол кезде даңғылдың 6 шақырымдық бөлігіне 1,3 миллиард теңге жұмсалған. Абай даңғылының жөндеу аралық мерзіміне келетін болсақ, орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген жағдайда жөндеу аралық мерзім 5 жылды құрайды. Ал күтіп ұстау бөліміне қатысты айтар болсақ, келесі жылдан бастап Абай даңғылы 2 жыл мерзімге күтіп ұстау режиміне ауыстырылады. Осы кезеңнен кейін жолдың жағдайына қарай әрі қарай орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе ағымдағы жөндеу шеңберінде күтіп ұстауды жалғастыру туралы шешім қабылданатын болады. Сонымен қатар биыл орташа жөндеуге енгізілген учаскелердің қатарында Абай даңғылы, Уральская көшесі аралығында Карбышев көшесі де кіреді. Бұл жерде жол жамылғысында ойықтағы ақаулардың барлығы жүргізушілер тарапынан жиі айтылып келген. Қазіргі таңда мұнда жөндеу жұмыстары басталып кетті. Мердігер ұйымға ұзындығы 5 шақырымнан сәл асатын жол бөлігін қалыпқа келтіру міндеті жүктелген. Бүгінгі таңда жұмыстардың 30-35% орындалды деп айтуға болады. Жоба аясында асфальт бетон жамылғысын қиыршық мастикалы асфальтқа ауыстыру, борт тастарын жаңарту, тротуарларды ішінара қайта салу, сондай-ақ су өткізу құбырларын орнату және ауыстыру қарастырылған. Қазіргі уақытта жұмыс барысында мысалы Нариманов көшесін қайта жаңғырту жобасы іске асырылуда. Атап айтқанда Абай Алтынсарин көшелері аралығында учаскені 14 метрге дейін кеңейту қарастырылған. Сондай-ақ Қарибек көшесі бойынша да жұмыстар жүргізілуде. Биылғы маусымда 2 учаскені аяқтау жоспарланған. Гоголь көшесінен Тәуелсіздік көшесіне дейінгі аралық және Лермонтов көшесінен Көбеев көшесіне дейінгі аралық, Волынов көшесі Абай көшесінен Гашық көшесіне дейінгі аралықта, сондай-ақ осы шекаралардағы Быковский көшесі толық ретке келтірілген. Алайда Быковский көшесіне қатысты мамандар тарапынан сұрақтар туындауда. Себебі жаңа төселген жол жамылғысының кей жерлеріне бірқатар тегісіздіктер байқалады. Бетонның шамадан тыс қолданылуы мәселесі қарастырылып жатыр. Қазіргі уақытта бұл жағдай ұлттық сапа орталығымен бірлесіп тексерілуде. Мамандар кеше нысанға барып тексеру жұмыстарын жүргізді, енді зертханалық талдаулар алынады. Себебі көзбен қарағанда бетон мөлшерінің артық болуы мүмкін деген күмән бар. Егер сараптама нәтижесі бойынша Быковский көшесінде бетонның артық пайдаланылғаны расталса, онда мердігер ұйымға қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы шешім қабылданады. Бұл жағдайда барлық жұмыстар мердігердің өз қаражаты есебінен қайта орындалады. Шыңғыс Омаровтың айтуынша жұмыстардың қарқыны оларды қанағаттандырады. Әзірге бәрі жоспарға сәйкес жүргізілуде. Мердігер ұйымдарға 1 қазанға деген жұмысын аяқтау уақыты берілген.